Masalan siz 23 kilogram, 10 kilogram artık salmaktасыз. 10 kilogram arttauыңыз керек. Salmak tastауыңыз керек. Сәлем тұрыңыздар, достар. Елбізді қолдап кетіңіздер, басқаларыңыз бөлісіп отырыңыздар, және де лайк басып кетіңіздер. Алдыларыңыздан отырған бақыңызда сіздерге көп деген ақпараттар береді. Денсаулық жайлы. Алдына арыз алып отыр. Қазір сіздерге шынайы түрде нақ практика жасап береді. Райхан, кесар қалайсыз? Кәнекей, бұл арбыз. Бұл неге пайдалы? Біздің бетіміздің терісіне, біздің аш-тішек тазалауға өте көмектеседі. Бұл қазір жақсы пысқан кезі, мынау ең жақсы кезі. Енді осыған қолданатын көжи, алақат, көжи. Қазақша айтқанда итмұрын ғой. Бұның қазақша атау итмұрын. Қытайша аты көжи. Бірақ сіздер көжи деп алыпсыздар, сол бойынша жүре беріңіздер көжи деп. Міне, бұл чидек. Ал енді осыдан мәлім мөлшерде сіз күніне 2 стакан ішуіңіз керек та. Күніне 2 стакан. Таңғы астан кейін, кешкі астан кейін 2 стакан. Бұған ешқандай су қоспайсыздар, достар. Терезені аша саласыңыз. Су қоспайсыздар, достар. Ешқандай су қоспайсыздар. Өзімнің үйде қолданып жүрген затым. Бүгін алып келдім сіздерге көрсетейін деп. Бұндайды өздеріңіз аласыздар, мен сатпаймын бұны. Бұл өзім көп жыл болды, осыны қолданғалы 3-4 жыл болды мен. Өйткені көп адамдар бетіміздің терісі жақсы болуды армандаймыз. Бұл бірден бір бетіміздің терісіне көмектеседі. Бірден бір аш-тішек тазаланған соң бетіміздің терісі әдемі бола бастайды. Қазір айтам сіздерге. Өзі наға салыр. Одан кейін неге жазбау? Номер ой кеше шығарғанбыз. Бүгін ішіп кетті ме? Ішпей қапты. Мынау аз болып қалды. Мынадан көбірек болады, достар. 2 стакан ішесіздер, ал қыздар жазып алыңдар. Бұның ішіндегі сүзесіздер, сүзгіште сүзіп, бұл бетіміздің терісіне, әжім түспеуге, аш-тішекті тазалауға, осы арбыз нақ уақыты, достар. Кәнекей лайк басып тіркеле кетіңіздер. Қалған керемет білімді біз группада айтып жатырмыз. Группаға келіңіздер. Осы жерге телефон нөмір қалдырсаңыздар, бізде группаға қыздар қосады. Ал енді осы арбыздың суына көжи алақат қосасыздар, осыдан 15 штук қоссаңыздар болды. Мынау 2 стакан шығу керек. Мынау 2 стакан шықпайды, шықпайды. Мынау 2 стакан шығу керек, сөзсіз езесіздер. Ал енді бұған 15 штук алақатты жуып, тазалап қосып, 15 минут отта қайнатасыздар. 15 минут отта қайнау керек. Болған соң, таңғы астан кейін 1 стакан, кешкі астан кейін 1 стакан күнде ішеміз. Қанша күн ішеміз? 91 күн ішеміз.
күшті, біздің аш тішегіміз жайлап тазаланады. Аш тішек тазаланған кезде сіздің өң әлпетіңіз жалтырап, әдемі пақырап, теріңіз тартыла бастайды. Сіздің ішіңіздегі аш тішегіңіз тазаланбаса, бетіңіз әдемі болмайды, қыздар. Бұл арбыз. Әне біреу бөлегін әкеп қойшы. Қандай арбыз деп сұрайды. Не достар, арбызды езесіздер, езіп болып, мына 2 стакан шығу керек та суы. 15 минут қайнайды. Түсінікті болды ма, достар? Көрінді ме міне? Алақат, көжи, итмұрын. Біз сатпаймыз, базардан іздеп тауып алыңыздар. Бұның емдік ролын айтып жатырмын. Аш тішегіңіз тазарған кезде бетіңіз тұни бастайды астына. Ол бетіңізді ота жасатудың, тілдірудің, кестірудің еш қажеті жоқ. Денемізге қиянат жасаудан қажеті жоқ, достар. Өте керемет астағанмен бетіміздің терісін әдемілеп алуымызға болады. Орысшасын білмедік. Мен сөйлеме. Алақат деген не осы? Скриншот жасап алсаңыздар, содан кейін таба аласыздар. Көрсетіп тұрмын ғой, Осы 2 стакан шығады. Кәнекей, бой биіктік салмақ. Ау. Дәмді? Молодец. Әне, жеген кісілер біледі. Ал бой биіктік салмақ. 165-98. 165-те 56. 150-де 53. 150-те 53. 48. 175-де 85. 175-те 85. 65. 165-73. 165-те 73. 56. Мен салмақы не үшін? Жүз алпыс сегізде 105. 168-де 105. 58. Рендер күштепен дейді. Ау. Рендер күштепен дейді. Иә, бұл өзімдікі 3 жыл болды. Осыны қолданып жатқан мен 3 жыл болды. Міне бетімнің терісін көріңіздер. Сондай әдемі болады бетіңіздің терісі. Сіз аш тішек тазарған кезде мен 3 жыл болды осыны қолданғалы. Сіз берген рецептте 91 күн ішкенде дейді, анықтауға ма дейді. Қайсы рецепті? Аш Аш тішек бетіңізге, бұл бетіңізге арықтау группада бар, группаға кіресіздер. Арықтау группада. Бұл бетіңізге аш тішек тазарған кезде бетіңіздің теріс әдемі болады, былайға түсіп кетпейді. Мына жерге былай сызық пайда болмайды. Бүйтіп тұрады ғой сызық адамдардың мына жерінде.